Жарықтандырудың өзі қарапайым бөлмені ерекше қылып көрсететінін білесіз бе? Сәлем! Сіздермен бірге интерьер дизайнері Алтынай Әзірбай. Бүгінгі тақырыпты жарықтандыруға арнайтын боламын. Үйге жөндеу жасаған кезде жарықтандыруға, орысша айтқанда освещениеге қатты мән беру керек. Жалпы жарықтандырудың өзі температураға бөлінеді. Бұрынғы лампочкаларды алғанда, міне осындай. Бұлар деген сап-сары болып жанып тұратын еді. Қай терезеден қараса сап-сары болып көрініп тұратын еді. Ал қазір көбісінікі мысалы ақшыл көкшіл болып көрініп тұрады. Ол не үшін? Жалпы жарықтандырудың өзінің температурасы болады. Оны енді мен оның өзінің өлшемі кельвинмен өлшенеді. Енді оны сіздің басыңызды қатырып кельвин демей ақ қояйын. Оны жалпы үшке бөлеміз. Теплый, нейтральный және холодный. Жалпы сіз базардан сатып алған кезде де соған мән беріңіз. Теплый цвет қандай, холодный цвет және нейтральный цвет. Теплый дегеніміз ол сарғыш болып келеді. Міне осы суретте мән беріңіз. Осылай кельвинге бөлінеді. Кельвин аз болған сайын теплый болады, жоғарылаған сайын холодныйға бөлінеді. Нейтральный ортасында. Әрқайсында бір-бірлеп тоқталайын. Теплый цветтің өзі отқа ұқсас, сарғыш болып келетін болғандықтан, ол сізге жайлылық, тыныштық, жылылық сыйлайды. Және сіздің демалуыңызға үлес қосады. Осы теплый түсті жатын бөлмеге және қонақ бөлмелеріне, ас ішетін бөлмеңізге де орналастырсаңыз болады. Екінші, ол нейтральный, ортасындағы. Ол жұмсақ және ақ түс. Нейтральный түсті көбіне мына күн сәулесінің түсімен сәйкестендіріп жатамыз. Ол көзге өте жағымды болып келеді. Үйіңізге көбіне осы нейтральный түсті пайдалансаңыз болады. Үшіншісі ол холодный түс. Ол көбіне көкшіл болып келеді. Оны үйге пайдаланбаған жақсы. Ол түсті көбіне офистерге, торговый центрлерге, ауруханаларда пайдаланады. Мысалы, ортаға бір люстраны ілдік делік. Ал оның жарығы сіздің бөлмеңіз жетейді ма, жетпейді ма, оны біле бермейсіз. Және де оның да өлшемі болады. Сол себептен квадратына қарай жарықтандыруды люменмен өлшейміз. Люмен дегеніміз, мына формуланы қараңыз. Сақтап алсаңыз да болады. Осы формула арқылы сіздің бөлмеңізге қанша жарық керектігін есептеп алуға болады. Оны қалай өлшейміз? Мысалы, сіздің ас үй бөлмеңіз, жатын бөлмеңіз, гостиный деген сияқты бөлмелердің бір квадратына 150 люменмен есептеуге болады. Дәліз, санузел бөлмелерінің квадратына 50 люменмен есептеледі. Және тағы айтатыным, мысалы сіздер жиһаз сататын салондарға барған кезде, мысалы Икеяға барған кезде, ол өте әдемі болып көрінеді. Жап-жарық әп-әдемі болып тұрады. Ал сіз мысалы бір салонға бардыңыз, диван мен креслоны көрдіңіз, ол сізге прям қатты ұнады. Сіз оны үйіңізге алып келдіңіз, үйіңізде бірақ басқаша болып көрініп тұр ма, салондағыдай болып тұрған жоқ. Ол сіз не үшін екенін білесіз бе? Себебі ол жерде салонда орналасқан жерінде, мысалы, адамның көзіне жағымды болу үшін жарықтандырудың ерекше қылып қояды. Именно сататын заттарына акцент беріп, жарықтандырумен акцент беріп қояды. Жарықты сататын нәрселеріне түсіріп қояды. Ол сізге көзіңізге әдемі болып көрінеді. Ал үйіңізде ортасында бір ғана люстра тұрған үйіңізге әкеліп қойған кезде ол уже басқаша көрінетіні сол себепті. Сол үшін менің айтатыным, жарықтандырудың өзі үлкен рөл ойнайды. Жалпы жарықтандырудың өзі тағы үшке бөлінеді. Ол жалпы жарықтандыру. Жалпы дегеніміз мысалы люстра, споттар, үйдің ішін толық жарықтандырып тұруы. Екіншісі ол жергілікті жарықтандыру. Мысалы сіз ас ішіп отырған жеріңізге бөлек жарықтандыру, және ас пісіретін рабочий зонаңыз, кухняның, соған бөлек жарықтандыру түсу керек. Және үшіншісі ол акцентті жарықтандыру. Мысалы, сіз үйіңізде әдемі мүсін бар. Сол мүсіннің өзіне, жаңағы сіз салондардан сатып алғандай, мүсіннің өзіне әдемі жарық беріп тұрасыз. Өзіңізде әдемі картиналар, мысалы, консольдің үстіне картиналар қойсаңыз, картинаның өзіне жарық беріп қойсаңыз, оның өзі ерекше болып көрінеді. Үш жарықтандыруды, жалпы, акцентті және жергілікті жарықтандыруды үйдің ішіне пайдалану керек.
сіз тек жалпы жарықтандырумен үйіңізді ерекше қылып көрсете алмайсыз. Осы видеодан кейін үйіңіздегі жарықтандырудың температурасын да анықтай алатын боласыңыз. Жалпы үйіңізде осы жарықтандырудың 3 түрінде пайдаландыңыз ба жоқ па соны да білетін боласыңыз. Сіздің үйіңізде осы жарықтандырудың неше түрін пайдаландыңыз? Соны комментарийге жаза кетіңіз. Маған оны оқыған өте қызық. Және де менің Instagram парақшама тіркеліп қойыңыз. Ол жерде де ақпараттармен бөлісіп отырамын. Видеоның астында сілтемеде. Осымен бүгінгі видео аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыз.